Жамбыл облысында үш бірдей мекеме мемлекеттік сатып алу саласы бойынша құқық бұзушылыққа жол беріп келген. Олар Тараз қалалық білім бөлімі, Жайылма ауылдық әкімшілігі және Мойынқұм аудандық білім бөлімі. Олар жұмысты талапқа сай жүргізбеген. Бұл туралы бүгін Атамекен кәсіпкерлер палатасында өткен жиында жауапты мамандар хабарлады. Айта кетейік, бүгінде мемлекеттік сатып алу саласы өте өзекті. Себебі кез келген қызмет түрі осы портал арқылы жүреді. Ал өкінішке орай соңғы жылдары бұл салада былық көп. Оны жауапты мамандардың өзі растап отыр. Әсіресе құқық бұзушылықтар тапсырыс беретін мемлекеттік орган тарапынан болатын көрінеді. Олар біліктілік талаптарын сақтамайды. Түскен өтінімдерді көбіне заңсыз деген желеумен қайтарып жіберетін фактілер жиі тіркелген. Халық та осылай деп шағымданады дейді мамандар. Осы аптада тексеріс жүргізген жауапты ведомство біраз былықтың бетін ашты. Бүгінгі күнге департаментке 1400-ден астам арыз шағым түскен, оның 620-ға жуығы мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы, яғни электрондық түрде түскен арыз шағым болады. Олардың 1300-ден астамына бүгінгі күнге арыз иесіне жауап берілді. Сол жерде анықталған заң бұзушылықтарға біз жаңағыдай хабарлама жібереміз. Нақтырақ айтатын болсақ, бүгінгі күнге 200-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылған. Және 3 мекеменің шығыс операциялар, яғни счеттары арестке қойылып жабылған.